Ханбибі Есенқарақызы. Шығармалары Шымкент Ордабасы 4-ші том 2009 жыл. Ерік жігері езілгіштерді өмір жастып, алмастай асыл ойлы, құрыш тәртіпті азаматтар қоғамдағы қайшылықтарды жеңіп, тарихтың биік сахнасына көтеріліп, адамдығына, адалдығына ғана тәуелді тұлғаға айналады. Қолыңыздағы кітапта солардың біразы жөнінде қара сөзбен жырланған. Есті жазған естелік жақсы. Естелік көп айтылады, бірақ қағазға түсіру әркімге бұйыра бермейтін нәсіп. Есіңдегіні жазуға ақыл ойың ұшқырлығы, нақтылық, дәлдік пен адалдық қажет. Осы қағидадан ауытқыған жағдайда жанрдың шырайы ашылмайды. Әркімнің өз шындығы болады. Ақиқат жалғыз дегендей, ойындағысын баяндайтын жазушы өз көзқарасының шеңберінде қалып қоймауы керек. Жасыратыны жоқ, кейде жазатын адамың туралы шындыққа жанаспайтын небір әңгімені естисің. Нақақтың отына арашаламаққа ара түсесің. Әділетсіздікпен күреске жадыңды жегесің. Ханбибінің өзін сөйлетсек, ақын көңілі ешқашан қалыпқа сыйған емес. Бірде алай, бірде дүлей. Оның естеліктерінен ақындығын ғана емес, қара сөзді қатар алып жүретін прозашы екенін аңғардым. Күні кеше қол алысып, араласып жүрген батырлар Бауыржан Момышұлы мен Қасым Қайсеновті, жанымыздағы Фариза Оңғарсынованы, елден алыста қазақы қанынан айнымаған Кемердегі губернатор інім Аман Төлеевті, бітім болмысымен көз алдыма әкелген бұл кітапта белгілі тұлғалардың басынан өткен біз біле бермейтін оқиғалар шынайы баяндалыпты. Мысыр жазбаларынан бір кезде өзім барып қайтқан, көне перғауындар отынан жаңа ғана оралғандай, халқымыздың ұлы перзенті Бейбарыс Сұлтан бабамыз басқарған елде тағы бір рет саяхаттағандай әсер алдым. Көзі қарақты, көкірегі ояу оқырман да осындай күй кешері сөзсіз. Өйткені есті жазған естелік қашанда жақсы. Тұрсынбек Кәкішев, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, профессор. Айбарлы атам еді. Бауыржан Момышұлы жайлы естелік эссе. 1972 жылдың қарашасы қапырық болды. Күйдірсе де, жандырса да, ара-тұра бетті желпіп өтер желі бар ауыл өмірі де өмір екен-ау. Жаз бойғы шаң тозаңды жапырағына тұндырған зәулім ағаштар селт етер емес. Қала тұрмысына көндігіп, еті өліп кеткен сияқты. Жап-жасыл жапырақтары қара қошқылданып, теңбіл-дақтар түскен осы ағаштардың жанынан ары-бері өткен сайын табиғаттан жаңбыр сұраймын. Шіркін-ай, ағыл-тегіл ақ нөсер төпеп берсе, мына талдардың шаң тозаң басқан кіреукелі кейпі бір серпіліп, мұңлы жанары жарқ етпесіне кім кепіл? Бірақ менің жан тілеуімді елеп ескеріп жатқан кім бар дейсің? Меңіреу табиғат түгіл, жылағаныңды жүрегімен сезініп, құлағымен қармар жан бар ма өзі? Жарайды, оған кейінірек келейік. Қабат-қабат тас үйдің текпіштеріне тыным бермей, тіршілік қамымен жүргеніме айдың жүзі толған. Үлкен қала жатсынған сыңай танытпады. Тұрып жатқан жамағайынымның пәтері өзімдікіндей болып кеткен. Балқып, белей жөнелгелі тұрған ыстық асфальттың бетке ұрар демінен бас сауғалар жер іздегендейсің. Тас үй іші салқындау сияқты. Подъезге енген бойда дермантинмен қапталған қара есіктерден көз тұнады. Бұл есіктердің бір қасиеті дәлізге шыққан заматта өздігінен құлыптана қояды. Рахат, ауылдағы қамбаның қарауылындай ерсі құлыптар мұнда жоқ. Кезекті лекциядан соң үйге асыға еніп, ауыз бөлменің жарығын жаққаным сол еді, қара телефон безектеп қоя берді. Алло, деді ар жақтан қарлығыңқы үн. Алло, аға, тыңдап тұрмын. Қырық құбылып, түрлі мақамға салып мәнерлемейтін қоспасы жоқ осы бір табиғи үн құлағыма жылы тиетін.
Бүгін сағат 5-те қаладағы Пушкин атындағы кітапханада Мұхтар Әуезовтің 75 жылдығына арналған тақырыптық кеш өтеді. Жергілікті ақын жазушылар оқырмандармен кездеспекші. Уақытың болса кел. Әуезовке арналған дүниелерің болса ала шық. Жарайды аға. Телефон трубкасын орнына қойдым. Қуанып кеттім. 10 жыл бойы талай дәптердің тысына маржан әріптер болып төгілген Әуезов есімі жаныма жақын еді. Тіптен мен оқыған мектепте Ұлы Абайдың немересі Мәкен апаймен бірнеше рет кездесуде өткізгенбіз. Әдеміде Аққұба апайдың әсем даусымен әуелете салған Абай әндерін талай тамсана тыңдағанмын. Сағат 4:30. Алып ұшып аталмыш кітапханаға келсем, бәрі жиналып қалыпты. Маған телефон соққан кісі облысаралық жазушылар бөлімшесінің сол кездегі жауапты хатшысы Нәсіреддин Сералиев аға да осындай екен. Кеш тартымды өтті. Ақындар дүрілдеп өлеңдерін оқыды. Әуесқой композиторлар өздері шығарған әндерін орындады. Ол кезде кештің қызғылықты өтуін тыңдармандар тарапынан соғылған шапалақтың көптігіне қарап өлшейтінбіз. Құшағымыз гүлге толып далаға шықтық. Сағат 6-дан асқан. Уақыт дегенімен амалсыздан батысқа беттеген алтын күннің көз қиығы әлі де өртеп барады. Үйде-үйімізге тарамақ болған біздерге қарап, Нәсіреддин аға: "Бүгін Шымкентке Бауыржан Момышұлы ағаларың келіпті. Емделмекке Сарағашқа өтіп бара жатқан көрінеді. Қаласаңдар, сәлем беріп шығалық" деді. Бәріміз бір ауыздан қостай кеттік. Ол кісі Восход қонақ үйінде екен. Бізге мұрындық болып жүрген Нәсіреддин аға ешкімнің көңілін жыққысы келмейтін, табиғатынан мінезге бай, дарынды жазушы еді. Іштарлық, күншілдік мінездері ол кісіге жат. Талантты жастарға қамқор. Бір жас автордың жақсы туындысын көрсе, жаңа киім киген баладай қуанатын. Менің де әдебиетке келуіме көп септігі тиді. Сол бір кездегі балауса шимайыма үлкен үмітпен қарап, жеті көңіл бөлген. Әдетте қолына қалам алып, әдебиет әлеміне қадам басушылардың көбі жігіттерде, қыз балалар некен саяқ көрінетін. Алғашқы өлеңдерінен ақ аяқ алысымды қуана құптап, арпа ішінде бір бидай немесе көктем менен көрінген бәйшешек деп замандастар алдында мерейімді көтеріп те қоятын. Жақсы адамның ақылын үйіп тыңдайтын, орынды жасалған сын ескертпелерден табанда қорытынды шығарып отыратын мен оған әрбір жаңа туындымды жеткізгенше асығатынмын. Бұл бір ғана маған емес, қолына қалам ұстаған әрбір талапкерге тән қасиет еді. Сырдың суы сирағынан келмейтін. Лапылдақ ақындардың Бауыржан аға бөлмесінің алдына келгенде пәпігі басылып қалды. Есікті жайлап қақты. "Войдите!" деген өктем үн естілді. Ұстаз алдында емтихан тапсыратын баладай асқан бір жауапкершілікпен ішке ендік. Кереуетте отырған Буденныйдың мұртындай мұрты бар тік қабақ, отты көз иесі біздерге барлай бір қарап алды да: "Кімсіңдер?" деп сұрады. Бәріміз үшін Нәсіреддин аға жауап берді. "Сәлемшілер, Бауке, өзіңізді осында деген соң, сәлемші болсаңдар төрлетіңдер. Ал мені көруге келген болсаңдар, зытыңдар, мен сендерге запарық емеспін." Бас аяғымыз 5-6 адам қатар қойылған орындықтарға жайғастық. "Халіңіз қалай, Бауке?" деп Нәсіреддин аға сыпайы тіл қатты. "Қартайған адамда не хал болады дейсіңдер?" деп ағынан жарылып келе жатқан Баукең кенет өзінің дәрменсіз жайындай сөз сабақтауын байқап қалды ма, лезде өзгерді. Онысын өзімізге қарсы қоюмен тасаға асырды. "Мына батырлар кімдер?" Осыны күткендей, жолбасшымыз бізді шетімізден тізіп таныстыра бастады. Ешқайсымыздың пәлендей тындырып тастаған ештеңеміз болмаса да, көпшілікке таныстырса, әжептәуір өсіп қалатынымыз бар. Жылт етер жақсы қасиетің болса, соны шегелей көрсеткісі келетін аға жігіттерді жылы таныстырып өтті. Сосын маған қарап:
Мына бала Ханбибі деген қарындасыңыз де беруі мұң екен. Баукең оқты көзімен мені бір шолып өтті де: сен пұшық, не деп отырсың? Қайдағы қарындасы? Бұл менің балам, тіптен немерем қатарлы ғой, деп ағаға айғайлап жіберді. Нәсіреддин аға намыстанып қалды ма? Жоқ әлде ақталғысы келді ме? Қайдам? Асқар Тоқмағамбетовке қызыңыз дегенімде, ол кісі қызым емес, қарындасым ғой деген соң сізге де солай таныстырғаным еді, деді. Ол Асқар, мен Бауыржанмын. Екеуміздің арамызда айырмашылық бар ма, жоқ па? Деп тағы да арқаланып келе жатқан Баукеңнен жылдам құтылайын деді ме Нәсір аға? Өзіңіз біліңіз, деп тез көне кетті. Қатты қысылып жерге қарадым. Мен үшін жақсы көретін ағам біраз сыбаға алды ау. Өзімді сол сәтте басы артық жандай санап кетіп қалудың тағыретін таппадым. Осындайдағы әдетім қаным бетіме теуіп лауламайды. Тек шекемнің жан жағынан сансыз ине қадалғандай әсерде боламын. Әңгіменің маған келіп тіреліп қалғанын көрмейсің бе? Тезірек біреу сөйлеп, мына дәрменсізді қалыптан құтқарып алса екен деп тіледім. Бірақ бәрі керісінше болды. Құдай ұрғанды пайғамбар асасымен түртеді. Демекші, онсыз да кірерге тесік таппай отырған мен, бір замандасымның орынсыз қойған сұрауы бір жола тұралатып тастады. Қыз балаға тағылар сын көп. Оның ішінде өнерлі балаға. Әншейін көздер қатардағы адамға бір қарап қойса, өнер адамына 10 рет қарайды. Жай қарамайды. Барлай, сынай қарайды. Қай жерінен кемшілік табам деп тімсіне қарайды. Өзіңді сәл еркіндеу ұстағаныңды көрсе, тәлпіш. Ұяң қалып танытсаң, бір ширауы кем, жүні шығып тұр. Дұрыстау киінсең, жанындағылардың қайсысына жағайын деп жүр. Жыпыны болсаң, сөлбірейіп, соның қай жерінен өлең шығады, деп ішінен сөйлейтін мың сан ауызға қалай қақпақ қоярсың? Осыншалықты көр қарасты жаныңа дарытпай қабылдау тағы да мүмкін емес. Сол себептен де ақын қыздар сезім талдау келеді. Көлденең көзді былай қойшы. Өз әріптестеріңнің ішінен де ондайлар табылар. Әсершіл ақындар қызыл көрсе, менікі болса екен деп армандайды. Ол ақындықтың ғана емес, жастықтың да өркеуделігі болар. Армандамаса ақын бола ма? Мені арылдаған ажалдың аузына турамай тастағалы отырған да сондай замандастарымның бірі. Бұйра шашты, жалпақ бет сары жігіт. Аңқылдақтау болса да, арында ақылдығымен танылып келе жатқандардан еді. Қайран балалығай, мен оны дәл сол жолғыдай жек көрген жоқ шығармын. Бауке, деді маған бір қарап алып. Қазақ қыздарының шашын қиып, тырнағын бояғанына қалай қарайсыз? Мен айтып отыр. Үстімде ақ сұрыптан етек жеңі мол пішілген көйлегім, оның сыртында қара барқыттан тігілген желеткен бар болатын. Киім жағынан көңілім тоқ болғанмен, жігіт таққанмын, бәрі бойымнан көрініп тұр. Өлген жерім осы шығар. Қазір мені қуып шығады, деген ойлар сапырылысып, санама мың кіріп шықты. Әй, деді атам, біраз уақыттан соң. Сен не танытып отырсың? Бұл сенің ойнап айтқаның ба? Жоқ әлде ойлап айтқаның ба? Қашып бара жатып жұдырық көрсеткендей, жанарында дүдәмәл, әлсіз жалын пайда болған әріптесім. Сізді ондай қасиеттерді жек көреді деп естіп едік, деп сөзінің соңын жұтып қойды. Қазақтың қызы, дейді. Деді атам, әлгі жігітке оқты көзін қадап. Қазақтың жігіті сендей болса, жетістік. Қарның қабақтай, бетің табақтай болып, жасыңа жетпей жалбайлаған ақымақ.
Сен қашан көрдің қазақ қызының паранжы жамылғанын? Білгің келсе айтайын. Қазақ өз қыздарын о бастан еркін ұстаған. Ал тырнақ жағына келсек, шығыс қыздары бұрыннан ақ тырнақтарын қынамен бояған. Және ең әдемі опадалап шығыс халқынан тараған. Оны былай қойғанда, күні кешегі ел басына күн туған қиын шақта, сол шығыс халықтарының ішінде Әлия мен Мәншүктей қазақ қыздары шашын ғана емес, басында құрбандыққа шалды. Сен соғыста болған жоқсың. Болғаныңда өз көзіңмен көрер едің. Ақ қар, қызыл қанда теңізге бауырын төсей, шарқ ұрған шағалалардай жаралы солдаттарға қарай қанатсыз ұшқан қыздарымызды көрдім. Құлдырақтай болып, жаралы апайтөс жігіттерді оқ астынан алып шыққанынан да куәміз. Ер басына күн туғанда етегімен су кешетін, қайраттарына қарап таң қалатынмын. Сондықтан біздің қыз балалар үшін айтылған бет алды сынға мен төзе алмаймын, деп ентігіп барып бір-ақ тыныстады. Біз сөз осымен бітті ғой деп ойлай бергенімізде, ата сөзін қайта жалғастырып әкетті. Сөйткен қыздар бүгінгідей шат заманда түрленсе де өздеріне жарасады. Ал сен болсаң, жасың жетпей басың жерге тиіп, өткен заманды аңсайсың. Сол заман болғанда көрер едім, мына бұйра жабағыңның бөстекке айналып, әлдекімнің малын бағып жүргеніңді, деп қолындағы таяғымен ақын жігіттің шашын нұсқап қойды. Сәлемшілердің ішінен бірлі жарымы мырсылдап күлгендері байқалды. Орынсыз айтылған сөз орға жығат деген осы шығар. Басқа пәле тілден. Осы сөздердің шындық екендігіне өмірімде бірінші рет көз жеткізгендей болдым. Әріптесімнің үні шықпай қалды. Жастығымыз ба, қуанышты да, ренішті де қазіргідей бетпердемен тұмшалай алмайтынбыз. Не де болса жүзімізге шыға келетін. Әріптесімнің бозарған реңін көрген сайын, менде оған деген аяныш сезімі ояна бастады. Атам мені бір жола арашалап алғысы келгендей, әріптесіме қарап, «Ұқтың ба?» деп айқайлап жіберді. «Ұқтым» деген әріптесімнің үні талып естілді. Атам енді жанарын тіктеп, «Сені ақын деді ғой, ақын болсаң, Мағжанның бір өлеңін жатқа айтып жіберші», деді. Мен үнсізбін. «Немене? Қазақта Мағжан деген ақынның барын білмейсің бе?» Сұсты жанарымен жеп жіберердей қадалды. Атын естігенмін. Шығармаларынан онша хабарым жоқ. Себебі оны мектеп бағдарламасында да, институт қабырғасында да өтпедік. Өзімнің ақталуымнан өзім қорқа тіл қаттым. «Әкең бар ма?» «Бар». «Көз ашық адам ба? Жасы қаншада?» «Иә, мұғалім. Жасы сізден жасырақ». Бауыржан атам мырс етіп күліп жіберді. Теңеуімнің орынсыз шыққанына өзім де ыңғайсызданып қалдым. Онымды жуып шаймақ ниетпен, «Әкем сіздің аяғыңызды алып келе жатқан кісі. Өлеңді жақсы көреді. Бірақ маған Мағжан туралы айтқаны есімде жоқ». «Кімнің өлеңдерін айтады?» «Абайды пір санайды». Әкемнің айтуы бойынша, Абай өлеңдері көкірегімде қатталып қалған сияқты. «Қайсы өлеңін көбірек айтады?» Жасымнан құлағымда қалған, кейіннен кітаптан оқыған мына бір өлеңін әкемнің әуенімен айта бастадым. «Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Жыласын, көзден ақсын жас, омырауым боялсын».